Ағайындылар Adidas пен Puma болған оқиға. Спорттық киімдер мен аяқ киімдер шығаратын атақты Adidas пен Puma брендін білмейтін жан кемде-кем. Ал сіз дәл осы бәсекелес екі компанияның қожайындары туған бауырлар екенін білесіз бе? Неміс қалашығында өмір сүрген Даслерлер отбасы Бірінші дүниежүзілік соғыстан соң отбасылық кәсіп ашып, аяқ киім тіге бастайды. Үй сүйретпесінен бастап, соғыстан кейін мүгедек болып қалған спортшыларға арнап аяқ киім тігіп машықтанады. Мінездері екі түрлі ағайынды Даслердің бірі Адольф, қолынан іс келетін тұйықтау жігіт болса, ағасы Рудольф сөзге шешен, пысық, саудаға икемі бар жан болған көрінеді. Екеуі бір-бірін толықтырып тұрған соншалықты бірге ашқан кәсіптері өрге домалайды. 1925 жылы бірінші рет әлемде футбол ойынына арналған табаны бұдырлы бутсы тігіп шығарады. Бұл аяқ киімге сұраныстың артқаны соншалық, келер жылы 25 адамды жұмыспен қамтып, күніне 100 жұп аяқ киім тігетін фабрика ашады. Олар тіккен аяқ киімді киген спортшылар зор жетістіктерге жетіп, жеңіс тұғырына көтерілген сайын бауырлардың да абыройы арта бастайды. 1936 жылғы Берлинде өткен Олимпиада ойындарында америкалық желаяқ Джесси Оуэнс 4 алтын алып 5 әлемдік рекорд орнатады. Бұның бәріне әрине Даслер брендімен шыққан аяқ киімнің де әсері болғаны анық. Соның арқасында ағайындылардың кәсібі өрге домалайды. 1938 жылы Херцогенаурах қаласында екінші фабрика ашып, күніне 1000 жұп аяқ киім тігетін болады. 1934 жылы Адольф аяқ киім дизайнері Франц Метрицтің қызы Катринге үйленіп, 3 балалы болады. Ал Рудольф болса, 1928 жылы 18 жасар Фридель Штрассерге үйленеді. 2 ұлы болған. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған жылы екеуі де әскер қатарына алынады. Бір фабрикасы конфискацияға ұшырайды. Енді соғысқа қажетті зат шығару қажет болады. Бірақ фабрикадағы құралдар оған жарамаған соң, 1 жылдан кейін Адольфты әскерден қайтарып алып, неміс солдаттарының дайындығына арнап аяқ киім шығаруды тапсырады. Ал Рудольф болса, майдан шебінде болып, тұтқынға түсіп, американдықтардың түрмесінде болады. Соғыс аяқталған соң, 1946 жылы тұтқындар лагерінен оралып, іске кіріседі. Екеуі кәсіптерін қайта аяққа тұрғыза бастайды. Бірақ 1948 жылы әкелері қайтыс болып, ағалы інілі екеудің арасы суи бастайды. Ақыры екеуі 2 фабриканы бөліп алады. Адольф ескісіне, Рудольф жаңа фабрикаға иелік етіп қалады. Олар тіпті бұрынғы фирмаларының атақ-даңқында белгілерін де пайдаланбауға келіседі. Адольф өз фирмасын өз есіме сай Adidas деп, ал Рудольф болса аты-жөнінің алғашқы буындарын біріктіріп Руда деп атайды. Кейіннен дыбысталуына оңай болсын деп Пумаға ауыстырады. Ал екі бауыр туралы түсірілген «Дуэль братьев. История Adidas и Puma» атты фильм желісінде Рудольф қызқұмар болып, сол себепті жас кезінде оған Puma деген бүркеншек есім тағылыпты. Кейін сол есімді фирма атауы етіпті деп көрсетеді. Әрі екі бауырдың бас араздығына әйелдерінің де ықпалы болған дегенге келтіреді. Әрине, бұл көркем туынды болғандықтан бәріне бірдей сене беруге болмайды. Бірақ кім білсін, осындай жетістікке жетіп тұрған компания иегерлері қалайша екіге жарылды деп әлі күнге бас қатыратындар бар. Өйткені оның нақты себебін бауырлар өздерімен бірге ала кеткен сияқты. Біреулер олардың бас араздығына соғыстан кейінгі саяси көзқарастарының сәйкес келмеуінен десе, біреулер отбасылық жағдайды алға тартады. Сұм соғыс бауырлардың өміріне әсер етпей қоймаған. Американдықтардың тапсырысын орындаған Ади ағасын түрмеден босатып алуына әбден мүмкіндігі болған. Бірақ қолынан кеп тұрса да көмекке ұмтылмаған тәрізді. Бұны білген Рудольф інісін кешіре алмағанда болуы мүмкін. Енді біреулер ақш лагерінде тергеуде жатқан ағасы барлық айыпты інісіне жапқан, содан дүр-дараздық туған деседі. Тағы бір дерек жай ғана әкеден қалған мұраны бөлісе алмағанын айтады. Қалай болғанда да бауырлар сол бір жанжалдан кейін өмірлерінің аяғына дейін табыспай-ақ кеткен екен. Қазір Херцогенаурах қаласын бөліп ағып жатқан өзенінің оң жағында Adidas, сол жағында Puma компаниясы орналасқан. Бәсекелес екі компанияның кесірінен тіпті қаланың өзі қақ бөлінгендей. Компания қызметкерлерін айтпағанда қарапайым тұрғындар да бір-бірімен соншалықты араз.
көшеде бір-бірінің аяғына қарап танитын болған. Қарсылас болса мазақтап балағаттайтын көрінеді. Сол себепті бұл қалада кезінде әскери күшті 3 есе көбейткен екен. Дегенмен, өмірлерінің соңғы жылдарында 1970 жылдары ағайындылар көпшіліктен құпия түрде бірнеше рет кездескен дегенде қауесет бар. Мүмкін, қартайғанда ашулары басылып, бір-бірімен бақылдасқан да болар. Біз де соған сенгіміз келеді.